Нұркен Нұрғалиұлы, сәлеметсіз бе? Көп рахмет сізге. Бүгін бізге осындай жақсы интервью беріп отырсыз. Ал енді сұрақтарға кірісейік. Осы оқу орнына түсу үшін шығармашылық қабілеті бар кез келген түлек түсе ала ма? Әлде бұл музыкалық колледжден кейін мүмкін бе? Консерваторияда қандай факультеттер бар? Рахмет, қайырлы күн. Консерватория дегеніміз біздің жалпы ең музыкалық жоғарғы оқу орны болып табылады. Бұл жерде кәсіби музыкалық аспапшыларды дайындап шығарады. Консерваторияға түсу үшін міндетті түрде кемінде колледж бітіру керек, музыкалық колледж, я болмаса арнаулы музыкалық мектептерді бітіріп, содан кейін ғана келе алады. Арнаулы музыкалық білімсіз, базалық білімсіз мүмкін емес. Осы енді қысқаша. Жалпы енді консерватория туралы білетін шығарсыздар мәліметті. Консерватория дегеніміз енді көне Италияда пайда болған, ол басында жаңағы бір үлкен қария кісілерге арналған мекен болды. Одан кейін сол жерде кейін музыка үйірмелерін ұйымдастырып, сол жерде хор айтатын болды, шіркеулерге жаңағы баратын болып, сөйтіп музыка мамандарын даярлайтын орталыққа айналып кетті. Сөйтіп түбі айналып келген кезде пәленбай 100 жылдан кейін бұл кәсіби музыканттар дайындайтын білім ордасына айналып шықты. Алғашқы негіз консерватория деген осы Италияда, Неаполь қаласында пайда болған негіз. Биыл консерваторияға 80 жыл толып отыр. Қазіргі консерваторияның жағдайы қандай? Консерваторияның қазіргі жағдайы жақсы. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет тарапынан жалпы мәдениетке үлкен қолдау бар. Осы соңғы жылдар мысалы біздің консерватория өте үлкен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ көптеген музыкалық аспаптармен қамтамасыз етілді, рояльдер сатып алынды әлемдік брендтерден. Тағы басқа жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді әрине 90-шы жылдары ол кезде енді ғана мемлекет өзінің қанатын жайып келатқанда кішкене жағдай қиын болғаны рас. Дегенмен сол жылдардың өзінде де Қазақстанда мәдениет өзінің дамуын тоқтатқан емес. Көптеген мекемелер ашылды, колледждер ашылды, оркестрлер ашылды. Өздеріңіз білетіндей Астана қаласында осы күндегі ұлттық өнер университеті, ол кезде музыка академиясы еді, сол ашылды. Бұл күнде үлкен Қазақстанның таңдаулы оқу орнына айналып отыр. Сондықтан яки 90-шы жылдарда да аз жаңалық болған жоқ, дегенмен жыл өткен сайын қазір жағдайымыз жақсаруда. Консерваториямызда әлі де үлкен жоспарлар күтіп тұр. 80 жылдық аясында да өзіміздің концерттер, тағы басқа ғылыми конференциялар, тағы басқа шаруалар жоспарда тұр. Оқуға түсу барысында қай бөлімдерде ең жоғары конкурс болады? Бізде соңғы жылдары мысалға мына халық аспаптар бөліміне келу өте кең етек алды, белең алды. Жалпы әсіресе мына домбыра аспабына деген қызығушылық өте зор. Кейінгі кездерде мысалы мына фольклорлық аспаптар, жетіген, сасырнай сынды тағы басқа қыл-қобыздар бар, басқаларына да сұраныс көбейді. Әрине классикалық мамандарда баршылық, оның енді классикалық вокал, одан бөлек скрипка, фортепиано әрине, сондай-ақ үрлемелі аспаптар, оның ішінде енді өздеріңіз білетін флейта, гобой, кларнет, тағы басқалар да бар. Олар енді арнайы дайындықпен келетін болғандықтан, олардың кішкентай кезден дайындайтын болғандықтан, олардың саны аздау деп айтсақ болады. Дегенмен бар, конкурс өте жоғары. Консерваторияда музыкалық менеджмент факультеті бар. Бұл білім кімге бағытталған? Оқуға түсушілерге қандай талаптар қойылады? Біздің консерватория қабырғасында осыдан бір 10 шақты жыл бұрын арт менеджмент мамандығы ашылған. Ол арт менеджмент деген сөз өздеріңіз білесіздер. Арт, өнер, менеджмент, басқару, жетекшілік ету. Бұл яки өнер мекемелерінде жетекшілік, басқару ісі деген сөз, соны даярлайтын мамандарды шығарады. Ол неге консерватория қабырғасынан? Өйткені
біз кейде біреулер айтады, мынау консерваторияны, например, консерваторияны я болмаса филармония тағы басқа оркестрді басқаруға айтады. Ой, мына музыкант скрипач скрипкасын ойнап жүре бермей ма, я болмаса домбырашы домбырасын ұстап алып күйін тартып жүре бермей ма дейді. Сөйтіп ол жерге бастық қып, мысалға басқа адам келсін дейді. Ол басқа саланың келген адам, ол музыканы іштей білмейді, түсінбейді. Оның қалай жүретін дайындық барысы, тағы басқа көптеген нәрселер бар ғой, өзінің қырлары. Соны білмегеннен кейін ол басқару жағынан кішкене қиындайды. Ал егер музыкант, кәсіби музыканттан арт менеджмент жаңағы мамандығын бірге беріп шықсақ, онда ол музыканы жақсы білетін адам, ол музыканттармен қалай жұмыс істейді, жалпы репетиция, анау гастроль тағы басқа бәрін ол жақсы түсінеді. Сол жағынан бұл дұрыс деп есептеймін бір жағы. Осы грант бөлу мәселесі қалай жүріп жатыр? Мемлекет қанша грант бөліп жатыр сіздің оқу орныңызға? Былтыр түскендердің арасында қаншасы ақылы түрде оқып жатыр, қаншасы грантқа түсті? Бізге жылда консерваторияға 250-дің шамасында мемлекеттік тапсырыспен жаңа грант бөлінеді. Оның бәрі енді тиісті факультеттер, мамандықтарға өз тиісінше үлестіріледі. Ақылы бөлімде оқитындар өте аз. Негізінен енді өнер бағаланбау керек қой, өнер қолдауды қажет етеді. Сондықтан ол жерде бізде көбіне грантта оқитындар түседі. 2024 жылға бөлінген орындар саны анықталды ма? Енді жылдағы сол өзі берілетіні ғой, сол 250-дің шамасында біздер береміз, алдын ала өзіміздің тапсырысты, мемлекетте өзінің тапсырысын әзірге белгісіз. Осы консерваторияның педагогикалық құрамы әлде жоғары оқу орнының мақтанышы ма? Қазіргі таңда консерваторияда ертеден келе жатқан белгілі артистер, көрнекті композиторлар сабақ бере ме? Біздің консерваторияда Қазақстанның мақтанышы болған ұлы ұстаздарымыз әлі қызмет етеді. Оларды біз жіберу ойымызда жоқ. Алды 90-ға келіп қалған ұстаздарымыз бар, 80-нен алқымдаған. Мысалға Бакир Баяқонов, Базарғали Жаманбаев, Ғафиз Есимов сынды халық артистері Қазақстанның, тағы басқа үлкен профессорлар, небір Қазақстан еңбек сіңірген қайраткерлер бар. Ол кісілердің енді ұстаздық тәжірибесі ол біздерге аса қажет. Сондықтан олар консерватория қабырғасында денсаулығы жетіп тұрса істей берген абзал деп ойлаймыз. Ол арқылы поколение дейді, жаңа өздерінің бірінен бірі дәстүр сабақтастығы жалғасып, бір-біріне балаларға, жастарға үйретіп дегендей сөйтіп алдымызда жол көрсетіп жүрген жайы бар. Жастарды тарту консерваторияға ол өз ретімен келе жатыр. Әрине аға буын, орта буын, жас буын бәрі қамтылған. Музыкалық, сахналық өнердің тағы қандай заманауи трендтері осы консерваторияның оқу бағдарламаларында көрініс тапты? Енді импровизация деген мәселе тек ол композиторларға біз телгенмен жалпы кез келген аспапта орындаушыға қажетті пән. Сондықтан бұл әрқашанда актуалды. Одан бөлек мысалға джаз импровизациясы, джаз гармониясы деген сияқты заманауи бір сұранысқа ие батыс гармониялар. Одан бөлек қазір этно-сольфеджио деген шықты. Ол ұлттық біздің қазақтың болсын, жалпы көне түркі дүниесінің өзінің бір сольфеджиосын осы пән қылып енгізіп, қазір балаларға үйретіп жатқан жай бар. Жалпы әртүрлі қазіргі заманауи жаңалықтарға, я болмаса трендтерден қалмауға тырысамыз, үйреніп жатырмыз, енгізіп жатырмыз бағдарламалар. Оқуға түсу үшін қандай түсу емтихандарды тапсыру керек? Шекті балл қанша? Грантқа қалай түсуге болады? Енді біздің консерваторияға тапсыратындардың бәрі көбіне айтып отырмын, орта білім жаңа колледжден, я болмаса арнайы музыка мектептерінен келеді. Олар не тапсыратындарын біледі. Ең бастысы бізде қазір ОБТ, ұлттық тесте. Сол тесттен ЕНТ дейді ғой, соны тапсырады. Соның шекті балын өткен соң бізде шығармашылық емтихан болады. Ол әрине мамандықтан,
сольфеджио гармониядан тапсырады. Егер осы жерден шекті балын тиісті деңгейде алса, онда грантқа түсу мүмкіндігі бар. Енді әрқалай ол конкурсқа түсуші үміткерлердің санына қарай. Кейде мысалға бір жылдар болады, 80 балмен грантқа түсіп қалатындар болады, түседі. Кейбір жылдар 100 балдан жоғары алып тұрып, грантқа түсе алмайды, өйткені конкурс өте жоғары өтетін кездер болады. Әрқалай енді. Соңғы жылдары жатақхананың ғимараты жаңартылды ма? Ол жерде орындар жеткілікті ме? Соңғы жылдары, әрине біздің консерваторияның ғимаратымен қоса жатақханамызда да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Көптеген инвентарлар, тағы басқа нәрселер жаңартылды. Жатақхана жаңағы тұрғындарына көптеген мысалға газ плитасы болсын, холодильник дейміз, тоңазытқыш, тағы басқа да интернет, Wi-Fi орнату, тағы басқа көптеген бір жақсы игі істер жасалды, жаңартулар бар. Ал енді орын тапшылығына келсек, әрине орын жетіспеушілігі бар. Ол жақ мәселесінде қазір қарастырып жатырмыз. Белгілі бір компаниямен қазір Алматы қаласы әкімшілігінің қолдауымен, келісімімен жаңадан бір жатақханаға қазір соғу туралы бір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта ол жатақхана тапшылығы шешіледі деп ойлаймыз. Консерваторияның мақтанышы винилді күй табақтарда сақталған фонотека. Қазір цифрландыру дәуірінде студенттер музыкалық шығармаларды қалай тыңдайды? Енді біздің консерваторияның фонотекасы өте бай, құнды материалдарға ие. Және де бізде консерваторияда 1953 жылдар ашылған фольклорлық ғылыми зерттеу лабораториясы болған. Ол жерде ғалымдарымыз бүкіл Қазақстанның әрбір өңірін, облыстарын, ауылдарын аралап, бар кездескен музыкалық мұраларды дыбыс таспасына жазып қалдырған. Ол енді өздеріңіз білетін винилді дискіде, болмаса лента бар ғой, бобина дейді, әртүрлі лента табақтарында, аудиокассеталарда сақталған. Олардың бәрін цифрландыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл күнде біраз цифрландырылып, және каталогі жасалып, белгілі бір каталогпен қазір кез келген музыканы, кез келген шығарманы табуға мүмкіндігіміз бар. Және қазіргі күнде Мәдениет министрлігінің қолдауымен күй сандық осы платформасы ашылып жатыр. Ол жерде мысалы ашсаңыз, кез келген ұлттық музыканы ішінен іздеп табуға болады. Қазір енгізіліп, ол да үлкен жұмыс жасалып жатыр. Тағы да басқа қазір ойластырып жатқан жобаларымыз бар. Өзіміздің ұстаздардың, кейінгі кәсіби музыканттардың да орындаушылық өнерлерін алып қалу мақсатында қайбір жылдар үлкен осында біздің аудиозапись, аудио жазатын студиямыз бар. Сол жерде біраз музыканттарымыз өзінің үндерін қалдырды. Енді болашақта соның бәрін біртіндеп қазір YouTube'қа болсын, болмаса тағы басқа платформаларға орнату жұмыс жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда консерватория студенттерінде оқудың қандай жағымды жақтар бар? Былай ғой, консерваторияның әрине студенттері түрлі шараларға атсалысып жатады. Жеңілдіктер болғанда ешқандай жеңілдік деп айтуға келмес. Біз дегенмен қалалық әкімшілік, болмаса Мәдениет министрлігі кейбір үлкен өтетін іс-шараларға біздің студенттерге шақырту жіберіледі. Ол жерге мүмкіндігінше қатыстыруға тырысамыз. Мысалға, тәуелсіздік күні, республика күні сынды, конституция күні, тағы басқа үлкен мемлекеттік деңгейдегі шараларға біздің студенттер қатысып, елдің алдына шығып келіп жатады. Кейде тіпті шетелдік гастрольдерге де барып келіп жатқан жағдайлары бар. Консерваторияның дәліздерінде әлі де классика радиосының эфир ойнап тұра ма? Мен енді өзім келгелі көп болған жоқ, 3 ай ғана болды. Келгелі оны байқаған жоқпын. Және де өздеріңіз білесіздер, осы алдыңғы жылы ғана бұл консерваторияда күрделі жөндеу жұмыстары жүріп, кардиналды түрде өзгерістер болды. Сондықтан әлі кейбір нәрселер, бұрынғы нәрселерді қалпына келтіру әлі жалғасуда. Студенттердің сахнада өнер көрсету туралы не айтар едіңіз? Бізде бакалавр, жаңағы, одан кейін магистратура, докторантура бәрі қамтылған.
өздеріңіз білесіздер, ар жағы енді ғылыми жұмысқа байланысты ол жалғасып жатады. Сосын сұрақтың аясында осы сабақ беру үшін ғана магистратураны, докторантураны оқу керек па деген сұрақ барды. Ол үшін емес, жалпы енді музыкада өзінше бір терең ғылым, онда ғылымға айналдырып үлкен жұмыстар жазуға болады. Одан да зерттеуді қажет ететін нәрсе өте көп. Сондықтан бұл да қажетті дүние деп ойлаймын. Осы. Студент білім алудың қандай сатыларынан өтеді? Магистратура, докторантура, әлде шығармашылық жоғары оқу орында бәрі басқаша ма? Енді бізде ғылыми әрі шығармашылық бөлімі бар. Олар енді концерттік бөлім бар дегендей. Бәрін бақылап, қадағалап, керегенше тыңдаудан өткізіп, сөйтіп сахнаға алып шығамыз студенттерді. Әрине біздің консерватория дайындайтын студенттеріміздің түпкі мақсаты сахнаға шығу. Дұрыс. Енді сахнаға шығу болғандықтан бәрін шығаруға мүмкіндік беруге тырысамыз. Дегенмен, жаңа сіз айтқандай ең мықтыларын, жақсыларын іріктеп алып, соларды көрсетуге тырысамыз. Көбі жоғары оқу орнынан кейін шығармашылық білім алудың не үшін қажет екенін аса түсінбейтін шығар. Тек сабақ беру үшін бе? Бізде енді студенттер оқу барысында әрине тәжірибеден өтіп жатқандары бар. Практикалық жұмыстарға әр жерге, колледждерге, кейбір оркестр ансамбльдерге жібереміз. Ол жерде қызмет жасап, өздері кәдімгі еңбек ақыларын алып, олайда практикасын өтіп жатқандар бар. Әрине біздің консерваторияда ең сұранысқа ие мамандар. Бұлардың бәрі өздеріңіз білесіздер, негізінен оркестрлерге, филармониялық ұжымдарға, хор, тағы басқа опера театрында түрлі жерде сұранысқа ие. Сондықтан тәжірибеде міндетті түрде өтеді. Студенттер қазір қай жерде және қай курстан бастап тәжірибе жинақтайды? Әрине өте маңызды нәрсе. Бізде көп студенттер сол өздері бір-бірімен жаңа байланысып, әртүрлі мүмкін аспаптың орындаушылар, я болмаса бір аспапты орындаушылар өздері жаңа группа дейміз, я болмаса ансамбль құрып, өздерінің проекттерін кейде ұсынып көрсетіп жатады. Әрине ондай шығармашылық жобаларға қолдауымыз бар. Концерттерге, тағы басқа бір конкурстарға, анда-мында қатысуға демеушілік жасап, шама келгенше қолдау білдіруге тырысамыз. Егер де жаңағы деңгейі, кәсіби деңгейі сай келіп тұрса, неге қолдамасқа? Қолдаймыз. Студенттер өз ансамбльдерін құрғысы келетін жағдайлар бола ма? Ректорат оларға қолдау көрсете ме? Жалпы бір қызық мәселе бар. Консерватория бітіргеннен кейін бәрі бірдей жұлдыз болып кетпейді. Бәрі бірдей жаңағы керемет оркестрде, ансамбльде мүше болып, сол жақта артист болып қызмет ете алмайды. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, ол жерде санаулы орын бар. Мысалға алсақ, Құрманғазы оркестрі 80 адам. 80 адам ары кетсе жылына 1-2 адам жұмыстан шығатын шығар, мүмкін шықпайды. Ол жерге барады, бізде консерваторияда бітіреді, жылына өздеріңіз біліп отырсыздар, 200-дің үстінде бала бітіреді. Оның бәріне бірдей Құрманғазы оркестріне, я болмаса жарайды, филармонияны алайық, опера театрын алайық, андан алайық, хорды алайық, тағы басқаны алайық. Бәрін есептеген кезде бәрібір қамтамасыз етуге бір Алматыда мүмкін емес. Ал жалпы Қазақстан көлемінде алсақ, басқа облыстарда, мысалға Атырауда, Шымкентте, Қарағандыда, Ақтауда, әртүрлі, Таразда қажет етеді. Бірақ Алматыға келген адам сосын қайтадан ауылдарына қайтқысы келмейді. Көбісі осы Алматыда қалғысы келеді. Ал егер де олар өздерінің жаңағы елдеріне барса, облыстарға барса, бәріне жұмыс табылып тұр. Кемінде жаңа филармонияда, я колледжде сабақ береді, я филармонияда оркестрде істейді мысалға. Бәріне біздің студенттерге сұраныс өте жоғары. Дегенмен орынның тапшылығына байланысты. Мысалы, облыстар біздер шақырады, бізге мысалға бір контрабасист керек, бір 3 домбырашы керек, бір ударник керек, осындай. Ал жіберейін десең, ешкім мысалға барғысы келмейді. Бәрі Алматыда қалғысы келеді. Алматыда бәріне жұмыс қайда? Вот мәселе бар осындай. Ең
жаңа худший сценарий деген енді бәрібір бізде бәрі осы мәдениеттің айналасында қалады. Көбіне мынау бір агенттіктермен жұмыс істейді, я болмаса мынау тойларда, ол енді ақиқат. Біреу тамада болып кетеді, әнші боламын, әйтеуір өздерінің жолын тауып жатады. Дегенмен кәсіби ортада қалуға бәрінің мүмкіндігі бар. Консерватория түлегінің қай жерге барып жұмыс істеуіне болады? Енді бұл сұрақ тікелей маған қойылатын сұрақ сияқты, өйткені мен орындаушы ретінде бітірдім. Филармонияда солист болдым, оркестрде солист болдым мысалға. Дей тұрғанмен музыка мектебінде де жұмыс істедім. Ешқандай кедергісі жоқ өзінің кәсіби деңгейін жоғары сақтап тұруға. Мектепте істей ма, істемей ма. Адам дайындалатын болса, ол қай жерде істесе де өзінің деңгейін сақтап тұруға мүмкіндігі бар. Баламен жұмыс істеп, балаға үйрету, өзінің жинаған тәжірибеңді баламен бөлісу, ол қайта үлкен плюс қой, үлкен жақсы нәрсе. Сондықтан мектепке барып қап, я болмаса колледжге барып қап, сабақ берді, содан деңгей жоғалып кетті деген ол енді бос сөз. Енді адамның өзіне байланысты. Біреулер дайындалып жүрсе, үнемі репетиция жасап жүрсе, деңгейін ұстайды. Ал егер олай болмаған жағдайда әрине деңгейі құлдырайды. Сондықтан ол колледжде істей ма, мектепте істей ма, оркестрде істей ма, басқа істей ма, ол маңызды емес, қай жерде істесе. Мектеп бітіруші түлектерден біздің редакциямызға мынандай сұрақ келіп түсті. Егер жеке әртіс, ансамбльдегі әртіс ретінде өз орынды таба алмай, тек орта мектепке жұмысқа орналасып, балаларды нөлден бастап оқытатын болсаң, оқу жылдарында жинаған музыкалық шеберлігіңді қалай жоғалтып алмауға болады? Жақсы әрі қитұртқы сұрақ екен, дегенмен жауап берейін. Егер ректор болу мақсатында болмаса, онда келіспестен о бастан келмейтін дедім. Бұл жерге келгендегі мақсатым да бар, ойым да бар. Ол осы қазір ойда жүрген жоспарларым. Осында консерваторияда мүмкін тағы бір жаңа ғимарат қостыру. Кейбір ішімізде шешілмей жатқан түйткілді мәселелер бар. Мысалы, концертмейстерлеріміздің жалақысы, я болмаса мына оперный студия ашу. Жаңағы консерватория жанынан оркестр дейді, оркестр при консерватория, кәдімгі профессиональный. Ол не үшін? Мына дирижерлар дайындау үшін кәдімгі живой оркестр дейді. Соларды қажет етеді. Ол әлемдік консерваториялардың тәжірибесінде бар. Соны бізге, Қазақстанға, біздің консерваторияға енгізу ойымда бар. Ол туралы проект жобамды жасап, қазір министрлікке ұсындық. Алдағы уақытта енді қарастырылып, оған қаржы бөлінсе, осылар істелінеді деген ойым бар. Енді жоспарларым бар, әлі де көп идеяларым. Сол идеяларымды осы консерваторияға пайдасы тисе деген ойым бар. Шығармашылықпен айналысу әрине жаныма жақын. Одан да бос уақыт тауып, онымен де айналысамыз. Музыкада жазасын, я болмаса тыңдайсың, өзің как дамбрист, как дирижер, өзім үнемі бос уақытында пайдаланып, шығармашылықтан алыс кетпеймін. Өзіңіз жайлы шығармашылық жолыңыз туралы айтып бересіз бе? Енді келешекке пландарыңыз қандай? Жаңағы айттым ғой, енді осы мәселе жаңағы біздің концертмейстерлердің жалақысы туралы, тағы басқа бір персоналдар бар. Одан бөлек айттым, консерваториямызға оркестр жанынан ашу, одан бөлек жаңа ғимарат қажет бізге қосымша, өйткені ғимаратта аудитория жетіспеушілігі бар. Сіз консерваторияда қандай мәселелерді көтеріп, нені әрі қарай жақсартқыңыз келеді? Әрине біздің енді консерватория жалпы енді бізде жылда ашық есік күндері өтеді. Ол кезде енді кез келген қонақты осы консерваторияға түсем-ау деген қызығушылығы бар үміткерлерге есік ашық күндер өткіземіз, келіп көруіне болады. Дегенмен оқу жылы барысында мысалға кейбір ата-аналар или мысалға сіздер, кез келген адам қызығушылық танытса, жаңағы біздің халық аспаптар оркестрі, симфония оркестрі, үрлемелі аспаптар оркестрі, тағы басқа ансамбльдер бар. Бәрінің репетициясына келіп, кез келген уақытта көріп, тыңдауға болады репетицияларын. Және бізде жыл бойына түрлі осы ұжымдардың, өзімізде оқитын студенттердің, лауреаттардың
жыл бойына біздің осы залдарымызда үлкен залымыз бар, камералық залымыз бар, кіші залымыз бар, барлық жерде концерттер өтіп тұрады тоқтаусыз. Соған кез келген уақытта тегін келіп көрулеріңізге болады. Здравствуйте, меня зовут Нуртай Асия. Я студентка консерватории имени Курмангазы, 4-й курс. Вообще я занимаюсь музыкой с 7 лет. Получается, училась в музыкальной школе-интернате имени Куляш Баситовой в Алматы. 12 лет обучения. Так поступила дальше вот в консерваторию. Уже заканчиваю, получается. В дальнейшем планирую в магистратуру поступить. После окончания планирую работать по профессии, либо педагогом. По хоббизу у меня специальность хоббиз, либо планирую в оркестре сидеть. Музыкальная практика у нас проходит каждый год. Со 2-го вроде курса у нас проходила. Мы занимаемся с учениками. Также в оркестре вот у нас проходит оркестр, урок оркестра. Ну, каждый раз, не знаю, как сказать. Ну, в целом, всегда у нас концерты проходят. Вот, сегодня у нас концерт будет также в марте, в апреле и в мае у нас. Это очень полезно, я думаю, для каждого музыканта проводить вот такие вот концерты. И ты чувствуешь себя уже как-то артистом, работником оркестра. Это очень помогает музыкантам сидеть на сцене, как себя вести на сцене также. Вот в целом. У нас, получается, сегодняшний концерт, он будет проходить в малом зале, но обычно у нас в большом зале консерватории проходит. Зрителей приходит достаточно много, я считаю, так как это студенты, преподаватели, также приходят гости в консерваторию. Я думаю, что для нас, вот как для артистов, это очень приятно, когда приходят зрители, и ты видишь, что нас интересно слушать, и я думаю, это очень, как бы круто для нас. Сәлеметсіз бе, менің есімім Дана. Мен осы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына өзімнің сүйікті мамандығым хоббиз болғаннан кейін, музыка ұнағаннан кейін осы колледжді бітіріп консерваториясы қабырғасына түстім. Солай. Бізде әр мамандық бойынша емтихан тапсырдық. Содан соң сольфеджио, гармония деген сияқты сабақтардан емтихан тапсырып, солай жоғары баллды алып осы консерваторияға түстік. Бізде практика осы Құрманғазы оркестрі деген оркестр бар, және отырар саз оркестр бар. Біз сол жаққа барып, отырып, оркестрді тыңдап, сол жақта тәжірибемен бөлісіп, оркестрдің ортасына мамандардың қастарына келіп, өздерінен көмек сұрап, сол жақта бірге ойнап, бізге қай жерде дұрыс ойнау керек, қай жерде дұрыс ойнамау керек, барлығын бұйырса осы консерваторияны бітіргеннен соң магистратураға тапсыруға ниеттімін. Менің атым Сейсен. Той күлбеш. Мені 11 жасымда әкем музыкалық мектепке берген. Ахмет Жұбанов атындағы мамандандырылған қазақ музыка мектебіне берді. Сол жерде мен флейта аспабында білім алдым 12 жыл бойы. Бітіргеннен кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түсуге шешім қабылдадым. Міне сол кезден бастап 2-ші курста оқып келемін флейта аспабында. Одан бөлек ән айтамын, неше түрлі қайырымдылық концерттерге қатысқанмын. Сол оқуым жалғасуда. Флейта аспабында ойнаймын, фортепиано аспабында, ол бізде қосымша аспап, және сазсырнай аспабында ойнаймын, және де ән айтамын. Қарттар үйінде болдық. Осы жақында балалар үйіне бармақшымыз. Және де одан басқа Астана қаласында, басқа да қалаларда концерт берген боламыз. Мы, музыканты, учимся с детства, и ранний период у нас начинается с колледжа, да? И мы заканчиваем училище искусств, и затем, чтобы получить полное высшее, мы поступаем в Казахскую национальную консерваторию. Бакалавр 4 года и магистратура 2 года. Еще плюс докторантура 3 года. После окончания магистратуры я планирую дальше развивать свои, так сказать, умения и может поступить за границу, а потом уже поступить сюда в докторантуру, возможно, в будущем.